Сәлем достар, бүгін мен осындай брауни печеньесін жасадым. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен бір жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз. Оны миксермен араластыру керек, өйткені біздің жұмыртқалы массамыз әппақ болып түсін өзгерткенше шамамен бір 3-4 минуттай араластырып аламыз. Бұл видеода мен бұл печеньені бірінші рет жасадым, кәдімгідей күшті болып шықты. Сол себепті еш қорықпаңыздар, дәл видеодағыдай болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып, біздің массамыз осылай әппақ болып түсін өзгерткеннен кейін, енді шоколад пен сары май араластырған массамызды құямыз. Шоколад пен сары майды су моншасында немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Енді жұмыртқалы массамызға салып, жақсылап барлығын видеодағыдай араластыра отырамыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын шоколадты пайдалансаңыз болады. Мен Қазақстан плиточный шоколадын пайдаландым. Мінекей барлығын араластырып болдық. Енді оған бір шай қасық қопсытқышымызды салып, одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымызды бұл кезде менде 100 грамм ұнды мен алдын ала таразыға өлшеп салып қойдым. Барлық ұнды бірден салмаймыз. Бірінші жарты бөлігін салып, осылай силиконды қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей барлығын араластырып болған соң, енді қалған ұнымызды саламыз. Қыздар, ұнның құрамы әртүрлі болғандықтан, бұл печеньеға 100-120 грамм арасындағы ұн кетеді. Оны өздеріңіз шайқағандай байқайсыз. Ең бастысы, қазір біз пергаментке салған кезде біздің қамырымыз өз тестісін, яғни өзін ұстап тұру қажет. Пергаментке жайылып кетпеуі керек. Брауни печеньеларын дайындап бастаған кезде бірден пешімізді қыздырып қоямыз. Өйткені қыздырып тұрған пешке салған кезде біздің печеньеларымыз жақсы көтеріледі. Енді пергамент төселген формаға бір ас қасықтан саламыз. Ал печеньелар кішкентай шағын болғанын қаласаңыз, онда жарты қасықтан салсаңыз да болады. Барлық печеньеларымызды әдемілетіп қиып болған соң, 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, 25 минут уақытымыз өтті, печеньеларымыз дайын болды, жақсылатып суытып алдық, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер, әсіресе бұл печеньеларды сүтпен ішкен күшті. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.